Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Монастырден қашу түні сестра Мэри әдеттегіндей дұға оқыды. Содан кейін бас шіркеушінің кілтін ұрлап, қақпа арқылы қашып шықты. Ол жерде оны 4 монах киіміндегі фигура қуып жетіп, оның аяғын сындырды, ал кейін оны тірідей жерлейді. Көп ұзамай Мэридің орнына жас американка Сесилия келеді. Оның бұл жерге келуге өз себептері бар. Қыз монастырға келіп, бас шіркеушімен танысады. Оны ертіп келген сестра Изабель бұл орынның соңғы күндерін өткізіп жатқан монахтарға күтім жасау үшін құрылғанын ескертеді. Сондықтан ол бұған дайын болмаса, қазір кетуіне болады. Изабель Сесилияны оның бөлмесіне әкеліп, сағат 5-те түскі ас берілетінін хабарлайды. Кейін оған ол секілді жаңадан келген Гвен келді. Ол оны Детройт маңындағы өзінің монастыры жабылғаннан кейін Тедески әке оны осы жерге шақырғанын айтады. Ол бұл жерге адамдар өз еркімен не қашқын ретінде келетінін, және өзінің осында келуіне осы екеуі де себеп болғанын айтады. Кешкі рәсімде Сесилия әке Тедескимен кездесіп, ол уағын егер ол түсінбей жатса кардиналдың сөзін итальян тілінен аударатынын уәде етеді. Осыдан кейін ол және басқа жаңа келгендер ант қабылдайды. Кейінірек ер адам өзінің біраз уақыт биолог болып жұмыс істегенін, алайда кейін Құдайға қызмет ету үшін осында келгенін мойындайды. Сесилияда өзінің бұл жерге келуіндік себебі бар. Ол бала кезінде 7 минутқа мұздың астында қалып кетіп, тек ғажайыппен ғана тірі қалыпты. Ол өзін Құдай құтқарғанына сенімді, сондықтан осында Құдайға қызмет еткісі келеді. Қыз дәретханаға шыққанда жақын маңдағы залдан сыбырлаған дыбыстарды естиді. Кең бөлмеге кіргенде беті қызыл матаға оралған дұға етіп тұрған монах әйелді көреді. Осы кезде Сесилияны бас шіркеуші байқап қалып, бұл әйелдің Иерусалимнен келген қасиетті жәдігерге, яғни Христостың айқышқа шегеленген шегесіне дұға етіп тұрғанын түсіндіреді. Бұл ақпараттан қыз есінен танып қалады, ал түнде ол өзінің Құдайдан кешірім сұрап жатқаны жайлы түс көреді. Алайда оны тыңдап отырған кардинал көп ұзамай қараңғылықта жоғалып кетеді. Ал Сесилияны беттерінде қызыл маскалары бар монах әйелдер ұстап алып, оған қасиетті жәдігерді тағып алады. Таңертең Сесилия мен Гвенді өзіне Изабель шақырады. Ол жаңадан келгендерді өлім алдында жатқан монах әйелдерге дұрыс күтім жасауға үйретеді. Бірде түнде қызға қарт монах әйел кіріп, оның шашын қиып алып, оны қасиетті әулие деп атайды. Сесилия әйелді төсегіне қайта жатқызып, оның табанында крест пішіндегі тыртықты байқап қатты таңғалады. Олар жуынып жатқанда Гвен бұл жерге жігітімен ұрсып қалғасын келгенін мойындайды. Оны мұндағы монахтардың тұрақты баспанасымен әрдайым тамағы бар болатыны қызықтырыпты. Сесилия кенеттен құсып жіберіп, ал кейін анализ тапсырып, өзінің жүкті екенін біледі. Бірақ ол әке Тедески мен кардиналға өзінің ешқашан еркекпен болып көрмегенін мойындайды. Олар Құдай оны осы үшін құтқарғанын айтып, оны қасиетті деп жариялайды. Бірақ Гвен де, сестра Изабель де бұған қуанбады. Жүктілік кезінде Сесилияның тісі түсіп қалып, ол өзінің денсаулығының нашарлағанына уайымдай бастады. Шомылу кезінде сестра Изабель қызды суға батыруға тырысады. Оған деген қызғаныштың қуаныштысы монах әйелдер оны қасиетті қыздан тартып үлгерді. УЗИ нәрестенің зақымданбағанын көрсетеді, алайда Сесилия денсаулығының нашарлағанын айтып, өзін мемлекеттік ауруханаға апаруды сұрайды. Әке Тедески оның ешқандай қажеттілігі жоқ екенін, өйткені олардың жеке дәрігерлері өте ақылды екенін айтады. Сесилия өзін артынан қызыл маска киген монах әйелдер бақылап жүргенін байқай бастайды. Ал Изабель болса сол күні терезеден секіріп кетіп, өз-өзіне қол жұмсайды. Гвен құрбысына оның еркексіз жүкті болуы мүмкін емес екенін, монастыр басшылығы бір нәрсені жасырып отырғанын айтады. Ол бұл туралы басқа монах әйелдерге айғайлап айтуды шешеді, бірақ оны күшпен алып кетеді. Түнде Сесилияның бөлмесіндегі Дива Марияның суреті құлап кетіп, ол артынан жазуды байқайды. Онда шайтанның өзі періштедей көріне алуы мүмкін екені жазылған. Ол Гвеннің бөлмесіне барады, бірақ оны таппайды. Ол ізденісін ары қарай жалғастырып, қызыл маскадағы әйелдердің оны азаптап, ал кейін тілін кесіп алғанын көреді. Осыдан кейін оның шашының бір бөлігін кесіп алған әйел, оның осы орында мәңгілікке қалатынын хабарлайды. Келесі күні монастыр қызметкерлері Сесилияның айқайына жүгіріп келіп, оның қансырап жатқаны көреді. Тедески әке оны дереу қалалық ауруханаға алып кетеді. Алайда олар кеткен кезде бас шіркеуші қыздың төсегінің астынан басы кесілген тауықты тауып алып, Тедескиге қоңырау шалып, қанның Сесилиянікі емес екенін хабарлайды. Сесилия көліктен қашып кетуге тырысады, бірақ оны тез ұстап алады, ал монах әйелдер оны алдаған үшін айыптай бастайды. Әке Тедески қолына жәдігерді алып, біреулер үшін бұл тек табынатын нәрсе екенін айтады, бірақ ол үшін
Биолог ретінде бұл құпияның бетін ашатын құрал. Сөйтсе 20 жыл бойы еркек осы жәдігер арқылы әйелдерді ұрықтандырып келген екен. Жаңа тіршілік иесін өмірге алып келу үшін. Алайда тек өмірге қабілетсіз мутациялар келген. Бұл жолы ол өзінің тәжірибесінің сәтті болатынына сенімді, сондықтан ол қашып кетпес үшін бөлмеге қамап қояды. Сесилияның тырнақтары түсе бастайды, және ол кардиналға олардың ісінде Құдайдың қалауы жоқ екенін айтады. Кардинал оған онда неге Құдай олардың істеп жатқанына қарсы болмай жатыр деп оған сұрақ қояды. Кейін доктор Гала қызға УЗИ жасап, дәрі-дәрмек алу үшін сыртқа шығады, оны бас шіркеушімен қалдырып. Ол бұл сәтті құр жібермейін деп, монах әйелді өлгенше ұрады. Кенеттен одан су кете бастады, бірақ ол соған қарамастан дәлізде кардиналды тұншықтырып өлтіреді. Содан кейін ол қасиетті шегені алып, әкей Тедескийдің зертханасына барады. Алайда ешкімді таппаған соң, зертхананы өртеуге шешім қабылдайды. Қайтып келген еркек оған кедергі болады. Ол өзінің эксперимент үшін басқа зертхана табу қиын болмайтынын айтып, оны ұстауға тырысады. Сесилия зертханадан қашып шығып, зертхана еркекпен бірге өртеп жіберді. Бірақ ол тірі шықты, сондықтан қыз жер асты катакомбалары арқылы қашайын деп шешеді. Ол жер монахтарға тыйым салынғанына қарамастан. Ол туннелдерде шығар есікті іздеп жүргенде Гвеннің өлі денесіне тап болады. Ол сыртқа шығатын терезені тапқан сәтте, оны күйіп қалған Тедеский ұстап алады. Ол оны рахметі жоқ жалмауыз деп атап, оның баласын кесіп алмақшы болды. Алайда Сесилия шегені ер адамның мойнына қадап өлтіреді. Сесилия ақыры сыртқа шығып ішіндегіні босанады. Ол босанған бала адамға керісінше қорқынышты жануардың дауысын шығарады. Сондықтан қыз кіндік бауын тістеп үзеді, ал кейін ауыр тасты көтеріп, өзі дүниеге алып келген мақұлықты өлтіреді. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.